Құрметті қала тұрғындары мен қала қонақтары. Шымкент қаласы аумағында қоғамдық және жол қауіпсіздігін бақылайтын 1500 бейне бақылау орнатылды. Бұл бейне камералар мен жедел басқару орталығының қызметкерлері тәулік бойында қылмыстың алдын алуда, ашуда және әкімшілік құқық бұзушылықты анықтау бойынша жұмыс атқарады. Ал жол ережесін бұзған автокөліктерді автоматты түрде тіркейтін 100 көше қиылысында 877 бейне бақылау және көше желілерінде 8 бейне бақылау жүйелері, яғни жалпы 1677 бейне бақылау жұмыс жасап жатыр. Осыған дейін 479 бейне бақылау арқылы тәулікте 1000-ға дейін әкімшілік құқық бұзушылық анықталса, қазір 1500 камералар арқылы 2500-3000-ға дейін артып кетті. Айта кететін нәрсе, бейнебақылау тобы 2021 жылдың 11 айында жедел бақылау орталығы қарасты барлық 1500 бейне камерасының көмегімен қылмыс белгілері бар 288 қылмысты ашуға көмегі тиген. Енді сіздерден қала тұрғындарынан, қонақтардан түпкілікті сұранатындарымыз, қоғамдық тәртіпті бұзбауға сіздерді шақырамыз. Біздің қазір мемлекет басшысында, біздің ішкі істер министрлігі Ерлан Заманбекұлы Тұрғынбаевтың да қойып отқан талабы профилактика, халыққа қызмет жасау.